Аңсар. Саламатсыздар ма, баршаңызға қош көрдік. Сізде микрофон бар, қазір қолыңызда. Иә. Қобалжып тұрмын, енді шамал. Көп болып мына жаққа келмей келе. Көптен көрмедік, иә, сізді. Иә. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы дегенде жақсы емес болып тұр ғой сол. Негізі мен Қосылайықтан кеткен себебімді білесіздер, менде жұмыстар көп шыққан еді. Иә, иә. Бірақ енді білмеймін. Мен ойлап қоямын, Аңсар, осы бір өзіңіз өмірі екіліктің, үштіктің ортасында жүресіз, төрттіктің ортасында жүресіз, неге? Өз білмеймін, тағдырым солай шығар енді. Тіпті жобадан кетсеңіз де бәрібір енді білмеймін, ортаға кіріп тұрсыз ау. Ортаға кіріп тұр дегенде негізі Айгүлмен осы Қосылайықта таныстық қой. Содан бері басынан бастап екеуміз жақсы араласқан болатынбыз. И сол контент барысында жүріп жүрген кезде негізі шыны керек ұнатып қалдым ше. Жүріп жүргенде деген қалай? Жоқ, контент түсіріп жүрген кезде. Контент түсіріп жүргенде. Аңсардың жасын сұрайыншы, ұмытып қалыптым. Жасың қанша дейсің? 22-де. Айгүл, сен екі балам бар ғой, үшінші бала керек па саған? Былай қояйын. Негізінде екі жігіт те менен жасы кіші. Нұрсұлтанға келетін болсақ, Нұрсұлтан, сен жасың 19-да, е? 19-да Нұрсұлтан. Қатысушылар тыныш. Жауап, Айгүл. Нұрсұлтанмен танысып көрейін. Қайталап жіберіңізші. Нұрсұлтанмен танысып көресіз. Жақсы? Аңсар? Айтарыңыз бар ма? Жоқ, айтарым бар дегенде, ол екеуі таныстықта ғой, во-первых ше. Жұп болып кетеді деп айта алмаймын. Жұп болып кетсе де көреміз да, уақыт көрсетеді, уақыт өлшеміне қалдырам. Бірақ та күтем ғой, в общем. Күтесіз? Иә. Соңына дейін барасыз? Соңына дейін барам. Жақсы, Нұрсұлтан. Білмеймін, баласы. Тыңдап тұрмыз. Кеше бір бекеттің сөзі бар ғой, тіл байланып қап дейма, сондай болып отыр негізі ше. Қуанып отырсыз ба? Әрине.